Құрметті менің каналым оқырмандары, каналыма қош келдіңіздер. 6 сынып 58-ші есеп. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Көптеген есептерді көріп отыратын боласыздар. Темір жонушы осы аптада 300 бөлшек дайындауды межелеген еді. Ол осы аптада межелеген жоспардан 60 бөлшекті артық дайындады. Темір жонушы жоспарын неше процентке артық орындады? Енді бұны табу үшін бірінші есептің шартын жазайық. 300 бөлшекті дайындау керек, дайындау керек еді басында. Енді ол 360 дайындап тұр ғой, яғни 600 бөлшекті артық дайындады. Енді бізде сұрақ қанша пайыз артық деп тұр. Енді шешуі 60-тың 300-ге қатынасы, нөлдерін жіберейік. Бізде 6 және 30 қалды. Алында бөлімде 6-ға бөлейік. Сөйзе бізде 5-тен 1 болады. 20-ға көбейтеміз. Бөлшектің бөлімі 100 болады. Алымы 20 болады. Сонда 20% болды. Жауабы 20% артық екен. Келесі 59-ші есепке тоқталайық. 59-ші есеп. А және В зауыттары шаңсорғыштар дайындайды. Тексеру кезінде А зауытының дайындаған 450 шаңсорғышының 18-і, В зауытының дайындаған 650 шаңсорғышының 13-і жарамсыз болып шықты. Қай зауыттың өнім сапасы жоғары, неше процентке жоғары дейді. Ал жазайық. А заводта 450 шаңсорғыш дайындады, оның 18-і жарамсыз. Енді келесі В завод заводтың бізде 650 шаңсорғыш дайындады да, оның 13-і жарамсыз. Енді бізде сұрақ өнім қанша пайыз болды дейді. Шешуі бірінші. Біз енді 450-дің 18%-ін табайық. Екеуінде 9-ға қысқартайық. Өзі 2 болады, бөлімі 50 болады. 2-ге көбейтеміз, сонда 4 болады, 100 болады. Бізде 4% болды. 100%-дан 4%-ды аламыз, 96% өнім алды. Яғни бұл А заводтан. Енді екінші. 650 алымына 13 деп қоямыз. Алымда бөлімде 13-ке қысқартамыз. 1 болады, 50 болады. 2-ге көбейтеміз. 100 болады, 2 болады. 2%. Яғни 100%-дан 2%-ды аламыз. 98% болды. Бұл, яғни өнім алды В заводтікі. Сонымен жауабы 96% және 98%. Келесі 60-ші есепке тоқталайық. 700 грамм тұзды су ерітіндісіндегі су 574 грамм. Тұзды су ерітіндісіндегі тұз неше грамм? Тұзды су ерітіндісіндегі тұздың концентрациясы неше процент?
Ал шартын жазып алайық. Бірінші берілгенінде 700 грамм ерітінді берілді. Бізде тұз қанша грамм және концентрациясы қанша пайыз деп сұрап отыр, енді жерде және 574 грамм су берілген бізде. Бірінші не істейміз? 700-ден 574-ті аламыз. Сонда 126 грамм тұз болады екен. Екінші 700-дің 126 граммын санайық. Екеуін бөліп жібереміз. 0,18 болады. 100-ге көбейтіп жібереміз. 18% болады екен. Сонымен жауабы 18%. Келесі 61-ші есепке тоқталайық. Бірінші есебінде концентрациясы 30%, массасы 200 грамм, қантты су ерітіндісіне 100 грамм таза су құйылды. Соңғы ерітіндідегі қанттың концентрациясы неше процент? Ал жазайық. Бірінші есептің шартын жазып алайық. Бізде ерітінді 200 грамм, концентрациясы 30%. Ерітінді су қосып тұрмыз, 100 грамм. Концентрациясы қанша пайыз? Енді шешуі. Бірінші, біз 200-дің 30%-ын тауып алайық. 200 көбейтілген 30 бөлінген 100, 2 нөлі кетеді, екеуін көбейтеміз, сонда 60 грамм болды. Екінші, 200 граммға 100 граммды қосқанда бізде 300 грамм болды. Үшінші, 300 граммның 60 граммның, яғни екеуінің қатынасын аламыз. Алында нөлдерін жіберейік. Алында бөлімде 6-ға бөлеміз. Сонда менде 5-тен 1 болады. 20-ға көбейтем. 100-ден 20 болады. Сонымен 20% болады екен. Жауабы 20%. Енді екіншісіне тоқталайық. Екіншісі массасы 800 грамм қорытпаның 60% мырыш. Қорытпаға 200 грамм мырыш қосылып қайта қорытылды. Қорытпадағы мырыш неше процент? Енді бізде қорытпа 800 грамм, оның 60% мырыш, мырыш, яғни бізге қосылды 200 грамм қанша мырыш? Енді шешуі. Бірінші біз 800-дің 60%-ын табайық. Екі нөлі кетеді, екеуін көбейтеміз. Сонда 480 грамм. Бізде мырыш, мырыш. Енді екінші 480-ге 200-ді қосамыз. Сонда 680 грамм болады екен. Үшінші 800 граммға 200 граммды қосамыз. Бізде 1000 грамм болады екен. Төртінші бізде 1000 граммның 680
нөлдерін жіберейік. Сонда бізде 68 бөлінген 100, бізде 68% шықты. Жауабы 68%. Келесі 62-ші есепке тоқталайық. Бізде сурет беріліп тұр. Мына суретке қараңдар дейді. Фигура неше проценті боялған. Яғни біз бірінші барлық үшбұрышты санаймыз. Барлық үшбұрыш бізде 12 штук. Санаймыз ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Яғни 12. Енді бояу бар үшбұрыш бізде 3 штук. Енді шешейік. 12-ның 3-ке, яғни 3-тің 2 қатынасы. Бөлімде алымды 3-ке бөліп жібереміз. 4-тен 1, 25-ке көбейтеміз. 100-ден 25. 25-тің 100-ге қатынасы 25%. Жауабы 25%. Келесі 63-ші есепке тоқталайын. А санының В санына қатынасы 0,3-ке тең. В санының С санына қатынасы 0,4-ке тең. А саны С санының неше проценті? Ал жазайық. Бірінші А-ның В-ға қатынасы 0,3 болса, ол бізде 10-нан 3 болып тұр деген сөз. В санының С санына қатынасы 0,4-ке тең десе, 10-нан 4 болды деген сөз. Енді сұрақ бізде А санының С санына қатынасы бізде қанша пайыз деп сұрайды. Енді шешуі бізде А санының С санына қатынасы деп тұр. Ал енді ары кеттік. Енді шешуінде А-ның В-ға қатынасы 10-ның 3-ге қатынасы болса, В-ның С-ға қатынасы бізде 10-нан 4 болса, онда алымда бөлімде 2-ке көбейтеміз. 2-ке бөлеміз. Сол кезде бізде 2 болады, бөлімі 5 болады. Алымда бөлімде 5-ке көбейтейік. Сонда бізде 25-те 10 болады. Енді А-ның С-ға қатынасы десе, А-ға сәйкес келіп тұрған бізде 3, С-ға сәйкес келіп тұрған бізде 25. Енді 25-ті 4-ке көбейтеміз. Сол кезде бөлшектің бөлімі 100 болады, алымы 12 болады. Жауабы 12%. Жауабы 12% болады екен. Келесі 64-ші есепке тоқталайық. 64-ші есепте бізде банкке депозитке 12 миллион теңге салынды. Бір жылдан соң есеп шоттағы ақша 960 теңгеге өсті. Банкке салынған депозиттің жылдық өсімшесі неше процент? Енді бізде бастапқыда бізде 12 миллион. Бір жылдан кейін жылдық өсім қанша пайыз деп тұр. Шешуі бізде 1200 қалды, алымында 96 қалды. 4-ке бөліп жіберейік. Келесі 65-ші есепке тоқталайын. Қантты судың бірінші ерітіндісі 900 грамм.
ондағы қант 180 грамм, екінші ерітіндісі 600 грамм, ондағы қант 90 грамм. Бірінші ерітінді мен екінші ерітіндіні қосқандағы қоспа ерітіндінің концентрациясы неше процент? Ал жазайық. Бірінші ерітінді бізде 900 грамм, қант 180 грамм, е? Екінші ерітіндіде 600 грамм, қант 90 грамм. Енді бірінші ерітінді мен екінші ерітіндіні қосқан кезде қанша, яғни концентрациясы деп тұр, е? Екіге көбейтеміз. Жауабы 18% болады екен. Келесі 66-шы есепке тоқталайық. Массасы 700 грамм, концентрациясы 30%, ас содасының ерітіндісі даярланған. Осы ерітіндінің концентрациясы 20% болуы үшін оған неше грамм су құю керек? Ал жазайық. Бізде массасы 700 грамм, е? 700 грамм. Концентрациясы 30%. X грамм. Концентрациясы 20%. Енді шешуі. Бірінші 700 граммның 30%-ын табайық. Енді 210 грамм бөлінген X көбейтілген 100 тең 20. Енді есептейік, алымға шығады. 210 X табу үшін 21 мыңды бөлем 20-ға. Нөлдері кетеді. Сонда бізде 1050 болады, е? Енді 1050-ден 700-ді алайық. 350 грамм. Сонымен жауабы 350 грамм су құю керек. Келесі 67-ші есепке тоқталайық. Концентрациясы 15%, массасы 600 грамм, тұзды су ерітіндісінде концентрациясы 50%, 240 грамм тұзды су ерітіндісі қосылды. Қоспа ерітіндінің неше проценті тұз дейді. Бірінші есептің шартын жазып алайық. Концентрациясы 15%. Бізде қосылды.
шешуі. Бірінші 600-дің 15%-ын табайық. Екінші 240-дің 50%-ын табайық. Жауабы 25% екен. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.